жылы ең көп танымалдыққа ие болған бірнеше сериалдар бар. Оларға тоқтала кетсек, соңғыларымыз The Last of Us, яғни танымал видеоиграға негізделген бұл апокалиптикалық драма 2024 жылы үздік сериалдардың біріне айналды. Қойылым мен актерлік шеберлік, әсіресе Педро Паскаль мен Белла Рэмзи ерекше мақтауға ие болды. Келесі мұрагерлік, яғни ізбасарлық. Бұл сериалда 2024 жылы аяқталуына қарамастан үлкен ықыласқа ие болып, үздік телехикаялар тізімінен түспеп еді. Миллиардерлер отбасының ішкі саясаты мен бизнес әлеміндегі интригаға толы көрермендерді баурап алды. Келесі фильм Are You the Bear? Мықты сценарий мен шынайы кейіпкерлермен ерекшеленген бұл драма қарапайым аспаздың мейрамхананы басқару барысындағы қиындықтарын суреттейді. Шынайы әрі эмоционалды сериал көпшіліктің жүрегін жаулап алды. Келесі фильм Сәрсенбі, яғни Уэддисней. Тим Бертонның қолдауымен түсірілген бұл сериал Адамс отбасының қызы Уэддиснейдің мистикалық оқиғаларын баяндайды. Сериал өзінің қараңғы юморымен және ерекше атмосферасымен көзге түсті. Келесі фильм The House of Dragon, тақтар ойыны, яғни сериалдың приквелі болып табылатын бұл шоу Таргариендер әулетінің тарихын баяндайды. 2024 жылы шыққан маусымдары көрермендер арасында үлкен қызығушылық тудырды. Бұл сериалдар қазіргі уақытта жанкүйерлер мен сыншылар тарапынан үлкен ықыласқа ие және түрлі жанрлар бойынша көпшіліктің көңілінен шығатын фильмдер.